Сәлем достар, бүгін ватрюшка дайындайтын боламыз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Осы рецепт бойынша дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Жылы сүтімізге қасықтың ұшымен кішкене тұз саламыз. Үстінен қант саламыз. Қантты да өзіңіз қалауыңыз бойынша саласыз. Өте тәтті болсын десеңіз, 3 қасық салсаңыз болады. Және бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, 2 қасық сұйық май құямыз. Тұзымыз, қантымыз барлығы толықтай ерігенше араластырамыз. Електен ұнымызды өткіземіз. Үстінен ашытқымызды салып, қамыр илейміз. Қамырдың барлығын жақсылап илеп, бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Салмасына сүзбемізге қантымызды қосамыз. Үстінен кішкене крахмал саламыз. Бір жұмыртқамыздың ағын және қалауыңыз бойынша ванилин қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, мен шанышқыны пайдаландым. Барлығы сүзбеміздің барлығы толықтай бір қалыпқа енгенше араластырып, дайындап қойып қоямыз. Менің қамырым әдемі болып көтеріліп шықты. Осыны бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Домалақ пішінге келтіріп, барлығын бетін жауып, тағы да бір 20 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. 20 минуттан соң әдемі болып көтеріледі. Осылай бокалдың көмегімен үстін осылай басып шығамыз. Бұл жерге қазір салмасын салатын боламыз. Барлығын жақсылап басып, бір-біріне жабысқалмайтындай қылып, орналастырамыз. Кішкентай қасықтың көмегімен салмаларын салып, барлығын жұмыртқамыздың сарысын шеттеріне барлығын жағып шығатын боламыз. 200 градусқа 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Достар, менің парақшама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Сіздер де осылай дайындап көріңіздер, ас болсын.